Сәлеметсіңдер ме балалар, бүгін біз 3-ші сынып қазақ тілінен 8-ші сабақты өтеміз. 31-ші жаттығу: өлеңді рөлге бөліп оқы. Ау түйеқұс, неге сонша сұстысың? Түйемісің, құспысың? Түйе болсаң құсың не? Ал құс болсаң түйең не? Бұны қалай түсінем? Бұдан қандай ой түйем? Мен айтайын білмесең, құс ішінде түйедей, бар бойымда түр денем, түйе ішінде түймедей, ұшқан құстай жүгірем. Әрі түйе және құс, мен боламын түйе құс. Яғни оны жазған Ермек Өтетұлы екен. Енді өлеңнің пайымдау бөлігін тауып көшіріп жаз. Бұл жерде пайымдау бөлігі бізде құс ішінде түйедей, бар бойымда түр денем, түйе ішінде түймедей, ұшқан құстай жүгірем. Әрі түйе және құс, мен боламын түйе құс деген бұл бізде пайымдау бөлігі болып саналады. Енді түйе құс неге ұша алмайды, өз пікіріңді білдір деп тұр. Бұл жерде себебі түйе құс оның денесі өте ірі, салмағы ауыр, сондықтан және қанаттары қысқа болғандықтан ол ұшуға бейімделмеген, бірақ жүгіргенде өте жылдам қозғалады. Енді келесі тапсырма: суреттерге қара, онда не бейнеленген деп тұр. Бұл жерде суретке қарайтын болсақ, қоян мен бір қамқор бала көрсетілген. Енді мына сұрақтарға жауап бер. Сұрақтар көрсетілген және керекті сөздері де қосылып жазылған. Бірде, көрді, аяғы сыныпты деген сөздерді қолданып өзіміз мәтін құрауымыз қажет. Енді суреттер мен сұрақтар бойынша әңгіме құра және оған ат қой, керекті сөздерді пайдалан деп тұр. Енді бұл жерде ат қоятын болсақ, қамқор бала деген атты қойсақ болады мәтінге. Енді мәтінді жазамыз. Бірде бала орманда серуендеп жүріп, аяғы сынған қоянды көрді. Бұл жерде көрді, бірде, аяғы сынып дегенді қолдандық. Ол қоянды аяп үйіне әкелді. Баласы қоянның аяғын таңып емдеді. Оған тамақ берді. Қоян жазылғаннан кейін бала оны еркіне жіберді. Яғни бұл жердегі барлық сөздер осы мәтіннің ішінде қатысты. Енді бала қоянға жаны ашығандықтан оған қамқорлық көрсетті деп мәтінді аяқтаймыз. Енді құраған әңгімеңді жазып шықтық. Өзің хайуанаттарға немесе құстарға қамқорлық жасап көрдің бе деп тұр. Оны өзіміз пікірімізді жазамыз бұл сұраққа. Енді мына сұрақтарға жауап бер деп тұр. Бала орманнан не тауып алды? Бала орманнан қоян тауып алды. Енді келесі сұрақ: қоянның аяғы не болды? Қоянның аяғы сынған еді. Яғни сынған еді. Келесі: бала оған қандай қамқорлық жасады? Бала қоянды үйіне әкеліп, аяғын таңды, емдеді, тамақ берді. Келесі: қоян жазылғаннан кейін оны қайда апарды? Жазылғаннан кейін қоянды еркіне жіберді. Келесі сұрақ: бала қоянға неліктен көмектесті? Бала қоянға жаны ашығандықтан көмектесті. Енді келесі тапсырма: көп нүктенің орнына тиісті әріпті қойып, жұмбақты көшіріп жаз. Шешуін тап деп тұр. Бұл жерде бізде қал, қиып, ұзын құлағы, елеңдеп қорқып тұрады. Яғни қал, и деген. Қалған бұл жерде қалқиып, ұзын құлағы, ғы әріпі, и және ғы әріптері қалып қойған. Бұл жұмбақтың жауабы қоян болады. Сонымен бүгінгі біздің сабағымыз бітті. Сау болыңыздар. Менің каналыма тіркеліп қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Күнделікті тапсырмаларды бірге орындайық. Егер сұрақтарыңыз болса, сообществоға комментария жазсаңыздар, міндетті түрде жауап беріп өтемін.